сендер? Қалайсың, Гүлжан? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Эфирге кіретін күнім бар екен ғой. Арасында сондай болып тұрады енді. Кішкене ақшам бітіп қалған ғой, короче, бір кіріп бір байып кетемін ба десем, осы уақытқа дейін 177 монета тапты, прикинь. 177? Я сол үшін трейдингпен айналысып жүре беремін ба дедім ке, бір батлник сент ұйықтатып жіберейік кел. Біз чисто лайкпен ұйықтатып жатырмық бүгін бәрін. Мен ұтып келе жатырмын басқаларды. Қалай үшін мен де басқаларға ұтып келе жатырмын. Қазір қайсымыз ұтады екенбіз? Ұтылсаң қалай, отжимания істейсің ба? Приседания ма? Өте, онда заданияға істемеймін, бүгін шаршап тұрмын. Не істедің бүгін шаршайтындай? Бүгін концерт істедім, Сәбидеттің құттықтау істедім, сиқыр жасадым. Кімге сиқыр жасап жүрсің? Бұл адамдар ма? Сен екесің ғой, иә, анау прямой эфирде отырған кезде астына жазатын жігіттерімді қайтарып берем дейтін сен ба? Сиқыр жасайым деген сондай сиқыр ма или басқа сиқыр ма? Жоқ. Қандай енді? Менің сиқырым мынандай, қазір айтамын, саған подарка істей салайыншы, досымсың ғой. Гүлжан мен Айгүл мәңгі бақытты болсын. Адыргүлу, гаргүлу, дуала-буала. Функ. Сен еще ұялмай осы сиқырың үшін ақша алмақшысың ба? Бесплатно. Я? Менің сиқырыма жетпейді ешкімнің сиқыры. Қаншадан болып отыр сиқырың? Бүгін 300 теңге жасадым. Мен саған 600 теңге берейін, пожалуйста, енді ары істеме қойшы. Сен 600 теңге бола істемейтін шығар. 600 теңге бер, пожалуйста, істемеймін сиқыр. Кішкене, қалай аппетитің 5 деген, иә? Түспейсің ба? Тағы қандай не, платный қандай услугалар бар тағы сиқырдан басқа тағы не болып отыр? Айтпаймын, болдым саған. Жарайды. Сиқырымды полный сатып алғың келсе, сол 600 теңге сатып ал. 600 ба кішкене не стоит сияқты енді, ренжіме. Не стоит болса, онда істеп атқан мен жұмысын болмасын. Араласатын нәрсе бар, араласпайтын нәрсе бар. Қатысы жоқ нәрсеге тұмсықты көтіме тыға бермеу керек та. Болды, көтін қыстым болды, қойшы, пожалуйста. Сиқырыңда күшті екен, 300 теңге стоит екен негізі. Қанша теңге болса да. Достар, лайк басайық, что-то. Кішке қалып барады. Короче, тез лайк бассаңдар, тезірек ұтамыз деген сияқты. Біз әкеттік максимум лайк басамыз, қазір шығамыз достар. Шақ болды ма ойнап? Мына братишкамызды ұтып кетейік та енді ақыры ойнағаннан кейін. Братишкамыз деген қалай болады? Мен өмірге келген кезде бар ғой, өмірге келіп, уже кішкене бір жүріп, там темір ұрлап, Бақат жаным, қалайсың? темір ұрлап, сатып жүрген кезде сен енді жылап, бұтыңа шық қойып сөйтіп жатқансың ғой, примерно, понимаешь? Короче, 29 адам бір розадан жүру керек. Сол кезде өміріміз пиздес болады. Болды ғой, бүйтіп басылудың қажет жоқ. 1, 2, 3. 3 рет бас, болды. Достар, білесіңдер, 1, 2, 3 дейсіңдер. Сол кезде мен айтамын, Құдай берсін күш деймін, короче. 1, 2, 3, Құдай берсін күш. Сол кезде бізге күш, дополнительный күш болады, да біз асып кетеміз, короче. Молодцы. Ей, қазір 3x басталған кезде атасыңдар. Атқыларың деп өліп баратса, ақшаларың тасып, бір не істесем екен, қайда кетірсем екен деп жүрген ақшаларың болса, ол кезде енді атсаңдар болады еді. Разрешаю. Оған дейін керек емес еді. Нариман, рахмет. Ой, жәндерім ішінде рахмет. О, дала батыл болып отыр ғой. Нариман, рахмет. Достар, 3x бір подарка шыға. Деген Түкілдейсан рахмет, Исаев рахмет, Айка рахмет, Джи, спасибо. Мирука енді кішкене роза үшін рахмет айтпайды жармын, ренжімеңіздер, кішкене менде. Біреулер онша емес палкаларын алып 300 теңгеден істеп отыр ғой, менің қай жерім кем. Гүлжан, сізді Фариза ханым шақырып отыр дейді. Өзі кезін жүріп барайын ба, Фариза ханым шақырып отыр дейді. Батяң шақырып отыр деген жайды. Достар, қалып бара жатыр. Бақа, рахмет. Достар, қалып бара жатыр. Мә деп айтайын деп, деп қағасың ба, қамай. Ұмытып кетіппін, Түркістанда жатқанымды.
Мен өзім Түркістан кезімде өте тәрбиелі жігіт болып сезінемін кәдімгі. Сваха, рахмет. Мына дауысын өшіре тұрайықшы, жарайды. Нерв қайтып атыратылып атқаннан кейін ба андай бір 18 секунд қалды достар. 18 секунд қалды. Көзімді улап атырналар. Көзге шөп салу деген осы андай көрсетпес дейді да, көрдіңдер ме? Көрсетпес деп жатыр. Тұман беріп жүрді да, ұйықтатып отыр мені. Ладно, если что, достық жеңді дей саламыз. Ура! Акош, достық жеңді. Давай, братишка. Давай, достық жеңді, я? Атаның басы. Атаның басында не? Ужас. Акошқа тиме Акош деп айта салыңдаршы. Нерма десек, сторисқа Акошқа бан жіберейік дейміз де, бүкіл армияны апарып аккаунтын блокқа жіберемін, нерма тиме отырсын. Өзіне айтайыншы, не ақы өйтіп айтып отырмын сендерге. Нерма тимесін. Ссылкасын қалдырамын да инстаграмға бүйтіп. Достар, пожалуйста, пожалуйтесь деймін. 300 адам минимум лайк басса,